аудан орталығындағы мәңгілік ел алаңының өзіндік сыры бар. Алаңда орналасқан алтын адам мүсіні халқымыздың тұғыры берік тұңғиық тарихынан сыр шертеді. Алаңның дәл ортасында орналасқан шаңырақ татулық пен бірліктің нышанын білдірсе, шаңырақ астындағы тайқазан мүсіні тыныштық пен тоқшылықтың ұғымын білдіреді. Қашанда жеті санын киелі ұғынатын қазақ жұрты бұл алаңға да 7 постамент орнатылған. Әр постамент үстіне ашылып тұрған кітап сипатындағы мүсіндер қойылған. Кітаптарда Жаңаарқа ауданынан өсіп өнген ірі тұлғалар, би, болыстар, батырлар, сал серілер, күйшілер, Қазақ КСР жоғарғы кеңестің депутаттары, социалистік еңбек ерлері, қоғам қайраткерлері, әншілер, ақындар, жазушылар, ғалымдар және спортшылардың есімдері жазылған.